Мен халыққа қызмет көрсету орталығы бөлімінің басшысымын. Бұрынғы атауы сон. Уақыт озған сайын ел өміріндегі сандық технологиялардың салмағы артып келеді. Қазір қалта телефонымен ақ Игов мобайл қосымшасын жүктеу арқылы талай шаруаны тындыруға болады. Бүгінде үйде отырып ақ Игов электронды портал арқылы реестрдегі 700-ге жуық мемлекеттік қызметтердің түр-түрін онлайн бағытында алуға болады. Біз халық игілігі үшін аянбай қызмет жасаймыз. Халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері электронды кезекті брондау арқылы келген азаматтарды шырайлы жүзбен қарсы алып, сапалы қызмет көрсетуге асығады. Біздің жұмыс қайнап тұрған қазан секілді. Қызығы мен қиындығы да бірге жүреді. Дегенмен, мен өз жұмысымды өте қатты жақсы көрем. Әр жұмыс күнім мен үшін мереке. Бізді күнді-күнде талай-талай қызықты оқиғалар күтіп тұрады. Ол туралы сәл кейінірек. Ал күнделікті жұмысымыз мекеме директорының тапсырмасымен басталады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Кезекті жиналысымызды бастайық. Біздің басты мақсатымыз сапалы қызмет, саналы нәтиже. Бізде енді өздеріңізге белгілі қазіргі таңда мемлекеттік реестрде 700-ден астам қызмет бекітілген. Оның 600-ден астамы электрондық форматқа көрсетіліп жатыр, яғни 80%-дан астамы. Біздің халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 100-ден астам қызмет қағаз тасығышта көрсетеміз. Осы 100-ден астам қызметті сапалы көрсетілуін қамтамасыз етуіміз қажет. Ал, құрметті әріптестер, біздің басты мақсатымыз халыққа қызмет көрсету. Қызметіміз сапалы болу тиіс. Орталыққа келген азаматтарға сыпайы болып, оларға көркем мінез танытуымыз қажет. Ал ендеше іске сәт. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Қарындас. Айта беріңіз. Менде уақыт жоқ. Жақында под бизнес жер алғам. Соған госак шығару керек. Түсінікті. Құжаттарыңыз бересіз ба? Маған жылдам шығарып беріңдер, Аға, қазір. Міне. Міне аға, құжаттарыңызды алып, мынау сіздің күту талоныңыз. Залға қарай өтсеңіз, кезегіңіз келгенде шақырады. Қарындас, қайдағы күту зал? Мен саған адам сияқты айттым ғой, қарындас, менде уақыт жоқ деп мен түсініп тұрсың ба? Аға, шамалы сабыр сақтаңыз. Залға қарай өтсеңіз, кезегіңіз келгенде сіздің мәселеңізді тез шешіп береді. Аға, сабыр сақтаңыз. Жерге. Аға, сабыр сақтаңыз. Бастығын шақыр деймін саған. Сабыр сақтасаңызшы, аға. Жұмыс істей алмайсыңдар бар ғой. Не болып қалды? Білмеймін ғой, өзінен-өзі айқайлап. Ассалаумалейкум. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз, айта беріңіз. Түріңіз нормальный екен. Рахмет. Не? Макош шақырып жүрміз, Макошты? Түсінбедім аға, кімді сұрап тұрсыз? Ой, кәдімгі Нұрлан ағаның ше Макош. Магазинші Нұрлан ағаңыз. Мағжан ғой, бәрі біледі ғой, Макош. Аға, кешіріңіз. Бұл жерде ешқандай Макош жұмыс жасамайды. Не қызмет алуға келген едіңіз? Не? Автокөлікке зеркал нөмір алу керек еді. Сол ауылдағылар айтқан ғой, Макош сонда істеп жатыр, сол барсаң тірлігін бәрін тындырып береді деп ше. Аға, қазір таныстың қажеті жоқ. Ең алдымен автокөліктің құжаттары және өзіңіздің құжаттарыңыз болса болды. Құжатыңыз бар ма? Керек емес, Жоқ, керек емес. Міне аға, құжатыңызды алып, мынау сіздің талоныңыз. Залға қарай өтсеңіз, қызметкерлер шақырып, тірлігіңізді тындырып береді. Талон? Иә. Макош шақырып берші, Макош шақырып беріңдерші маған, Аға, қазір таныстың қажеті жоқ. Талон алып, Ағырке? Аға, тыныш. Сәлеметсіз. Ағамыз автокөлігіне номер алуға келген екен. Не? Зеркал нөмір алу керек еді? Жарай жүріңіз. Сен Макоштың досы емессің ба? Жоқ.
дос емеспін. Енді зеркальный номерді әперуге уәде бере алмаймын, бірақ бағыңызға қарап шыққан номерді аласыз ғой. Жүріңіз. Такси керек жоқ па? Жұмыстан кейін апарып тастайын жұмысқа. Жоқ, өз көлігім бар. Жүріңіз. Талонмен ба? Талонмен. Саламатсыз ба? Мен жеке куәлік алуға келген едім. Соған енді қандай құжаттар? Қарындас, айтып бересіз ба? міне, менің құжаттарым. Тез-тез қарап беріңіз. Сәлеметсіз бе? Қолыңыздағы талоныңызда көрсетілген номер бойынша қабылдаймын. Күту залына жайғасыңыз, қазір сізді қабылдап жіберемін. Кезегіңіз келген кезде. Осы сендер бар ғой, өздеріңнің жұмыстарыңды білмейсіңдер. Осы жерде отырып алып, халықты күткізгеннен басқа жұмыстарың жоқ. Мына сендейлерді бар ғой, жұмыстан құрту керек. Кәне әлгі, арыз шағымданатын кітапшаларың. Ар жаққа барсам осында жібереді. Осында келсем сен күттіріп қоясың. Міне саған құжат. Сені мен сәндетіп отыратын уақытым жоқ, тез-тез. Ағатай, өтінем сізден. Сабыр сақтаңызшы. Жоқ, сабыр сақтай алмаймын. Кезегіңіз келгенде Сабыр сіздің сақтай құжаттарыңызды алмаймын. қабылдайтын Сабыр сақтай алмаймын. 3 сағат болды күтіп отырғаныма. Сабыр сақтаңызшы. Тыныштық па? Сәлеметсіз бе? Сен кім болдың тағы? Кешірім өтінем. Менің аты жөнім Жомарт Өмірзақұлы. Осы халыққа қызмет көрсету бөлімінің басшысы болам. Сізге қандай қызмет түрі керек? Басшысы мақ. Міне саған құжат. Тез-тез шығарып бер. Ағасы, кешірім өтінем. Бізге берілген тәртіп бойынша әр азаматқа кезегімен қызмет көрсетеміз. Ана қолыңызда тұрған талон бар ғой? Сол бойынша өз кезегіңізді күтіңіз. Түсінеді деген ойдам. Өй, сенде. Тездетіңдер. Жарайды. Осылар шетінен құрту керек бар ғой. Өз жұмыстарын білмейді. Телевизорде сайрайды. Соңға барсаң тірлігіңді тез бітіріп береді деп. Аға ашуың жаман екен. Не дедің? Такси керек емес па деп атқаным ғой. Сабырлы болыңдар, балалар. Сабыр төбер сары алтын. Ой, ата. Сіз осы не түсінесіз? Я, балам. Сабырлық имандылықтың негізі. Алла тағала сабырларын жақсы көреді. Да. Сыртыңнан байқайым, бағанадан бері өте іскер, әрі икемді жігітке ұқсайсың. Не дедіңіз? Я, балам. Сабырлық имандылықтың негізі. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың игілігі мен сәлемі болсын оған. Жәннат аналардың табанының астында деген. Бәріміз сол аналардан туылдық. Әлігі жаңа ғана ұрысқан ана қарагөз қызғымыз, ол да келешек ана болады. Сенің де әпке қарындастарың бар шығар? Иә, ақсақал. Менің егіз 2 қызым бар. Мен оларды өте қатты жақсы көремін. Міне балам. Егер де сол қыздарыңды біреу, бейтаныс біреу ренжітсе қалай қарайсың? Дұрыс. Дұрыс айтасыз. Менің жаңа қысым дұрыс болмапты. Қабая. Не істесем болады? Әне балам, өзіңе өзің енді келдің. Дүние алма кезек. Ол қызда біреуге әпке, біреуге қарындас шығар. Әй, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед өзінің үмбеттеріне өсиеттері жазылған. Менде бір қазір кітап бар. Кітап? Міне. Өсиеттері жазылған. Міне. Осы кітапты мен саған сыйлайын. Рахмет, ақсақал. Ал, екіншісін қазір. Әлігі анау ренжіткен қызың бар емес пе? Сол қарындасыңа
апарып берде. Кешірім сұрасаң жөн болар еді. О, ақсақал, сізге мың алғыс. Алла разы болсын. Сіз де мені кешіріңіз. Бір ауыз сөзбен мені тәубеме келтіріп қойдыңыз. Алла разы болсын. Такси керек емес па, көке? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум сәлем. Жайша жүрсіз ба? Жай, міне ерден кілт алуға келгем ғой. Кілт? Иә. Үйдің кілті ма? Жоқ, машинаның кілті ма? Түсіп қалды ма бір жерге? Ой, жоқ, еш жерге кілт түсіп қалған жоқ. Кілт та? Таптым. Иә? Жеңгемнің көңілінің кілті. Жоқ. Енді? Ей, не айтып кеттің? Қайдағы машина, қайдағы үй, қайдағы жеңген көңілің кілті? Жай, мына ЭЦП кілт аштыруға келгем. Электронды қолтаңба. Соны алам кетем. Сонда кілтке электронды қолтаңба ЭЦП деп жазып бере ма андай кілтке? В общем, дым түсінбедім, оған да таныс керек шығар. Ей, қайдағы таныс? Қаз кезегің бесе? Маған береді, сон алам кетем болды. Нема, такси керек емес па, такси? Жо, рахмет бауырым, керек емес. Қайда барсаң да осы, күткенің кезек. Мен үйде балам жылап отыр. Сізге срочно такси керек емес па, жеңге? Қайдағы такси? Не айтып тұрсыз? Үйде балам жылап отыр деймін. Менің әлмейін, соған не? Қызығыз жұрттарым. Балам, қанша бала шағың бар? 6 балам бар, ата. Солардың қамы ғой осылай жүргенім. Өкіметтен жәрдем сұрап. Алла тағала, бақытты екенсің. Ой, ата, сол балаларды асырау оңай ма? Үйде көмірім жоқ. Светті де қырқып кетті. Азық түлік алайын десем, оған да қаржым жоқ. Осы жәрдемаққа қарап отырамыз. Жоқ дей бересің. Осы арамыздағы ең бай бақуатты сен өзің екенсің ғой, қарағым ау. Ата, сіз де айтады екенсіз. Сол перзенттерінен асқан байлық бар ма бұл әлемде? 6 жағыңнан 6 тірегің бар. Бір қозы туса, бір түп жусан артық шығады деген, қарағым. Алла тағала шүкіршілік еткен пенделеріне арзық несібесін мол айтып қояды екен. Жоқ дей бергенше барға қанағат. Бейбітшілігі мен тәуелсіздігі жарасқан мына мемлекетте өмір сүргенімізге мыңда бір шүкір. Ал қалғаны еттен еңбекпен келеді. Дұрыс айтасыз, ата. Аллаға шүкір. Барға шүкір. Шүкір, ата. Негіз, жеңге, ағанам бері сіздің сыртыңыздан қарап отырмын да. Жақсы келіншексіз. Бірақ 6 бала туамды, нервіне болып кеткенсіз. Ата, осы өмірде неше түрлі адамдар бар, қайтесің ке? Айналайын, қарындасым. Мына ашуланшақ ағаңды бір жолға кешір. Мінекей, мына кітапты саған сыйға тартам. Рахмет, аға. Сіз сияқты жақсы ағама қалайша ашуланам? Ой, алтыным сол. Жаратқаным ісіңе берекесін берсін. Рахмет. Енді құжаттарыңызды беріңіз. Мемлекеттік акт, тіркеу парақшасы мен жеке куәлігіңіз. Міне, бәрі дайын, қарындасым. Менде бар ғой, жұмысшылар көп. Барлығы күтіп отыр. Міне аға, базаға енгіздім. Енді 3 күннен кейін осында келесіз.
Құжаттарыңызды беру бөлімінен аласыз. Қарындасым, тағы да кешірім сұрайым. Оқасы жоқ. Жақсы ал, рахмет. Сау болыңыз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Қарындас, нөміріңізді бересіз ба? Маған зеркальный нөмір шығарып беріңізші. Мен негізі сізге зеркальный номер бере алмаймын. Базада қандай шығады, соны аласыз. Жеке құжатыңызбен техпаспортты бере салыңыз маған. Міне. Зеркальный нөмір шықпайтын шығар бұдан. Құттықтаймын сізді. Сіз айтқанда зеркальный номер шықты. Иә, 353 сіздің номеріңіз. Енді номеріңізді құжаттарды беру бөлімінен аласыз. Рахмет, қарындас. Сау болыңыз. Үлкен рахмет сізге. Оқасы жоқ. Такси керек емес па? Тегін жеткізіп салам. Жоқ, рахмет. Керек емес. Сау болыңыз. Сәлеметсің бе, сіңлім? Сәлеметсіз бе? Мен көп балалы жәрдемақы алу үшін келдім. Сіздің жеке куәлігіңіз, балалардың туу туралы куәліктері және банкте ашқан есеп шотыңыз бар ма сізде? Беріңіз. Иә, мен бәрін алып келдім. Міне талон, жеке куәлік. Алты балаңызға тағайындалған әр айдағы жәрдемақы көлемі жалпы 63 мың теңгені құрайды. Сонда әр балаңызға 10.500 теңгеден құрайды. Сіңлім, рахмет. Осыған да шүкір. Мінекей, құжаттарыңызды ала қойыңыз. Ассалаумағалейкум, көрші. Уағалейкум ассалам, көрші. Бүгін көңіл күйім керемет. Нөмір құтты болсын. Рахмет. Бүгін соңға барғам ғой, зеркальный нөмір алайшы бір деп. Бағыма орай зеркальный нөмір шықты ғой. Құтты болсын, көрші. Рахмет. Негіз бар ғой, көрші. Осы нөмірді соңға бармақ, телефон арқылы алуға болады. Қойш? Иә. Қалай сонда? Міне егов дегенге кіресің, мобайл дегенге. Егов? Ішінде 700-ге жоқ қызмет түрі бар. Өзіңе қажетті қызметті таңдайсың, кнопкасын басасың, болды, дайын. Мен соңға барып әуре болған екем ғонда, тартып алу керек екем. Дұрыс, тартып ал. Не, көрші өзің қақы баратсың? Орталық базарға баратырмын. Жүрсе апарып тастайын, такси керек емес па? 800 теңге. Енді көрші, ағайынның аты озғанша, көршінің тайы озсын деген сөз бар. Әзіл, отыр кеттік. Жарайды. Құттықтаймыз. Сіз біздің халыққа қызмет көрсету орталығының ең үздік клиентісіз. Иә, сіз орталықтың ең үздік клиентісіз. Түсінбедім. Қалай сонда? Біздің орталықта апта сайын үздік клиент номинациясы акциясы өтеді. Рахмет. Рахмет сіздерге. Үлкен рахмет. Рахмет. Ал, ендеше естелікке суретке түсейік. Келіңіз. Иә.